Beş tapan! Beş tapan! Beş tapan! 6 fevralda sport ordosunda beş tapan Kudulдар doğudan canlı formattағы Altın Doğru аттана uzattu күлкі концертін тартуулайт. Концерті қонақтары Гүлжігіт Сатыбеков. біздің тақырып сүйерді ұқсайды. Жаңа біздің тақырып сүйерді ұқсайды. Шындай, ырымдай өресі ба, бір несін, өте ырымшылыс ба. Мен аз ырымдар жөнді айтайын деп шықтым негізі. Атайын дайырдан дегендей. Қырғыздың шындай бір соң ырымдар бар ба? Мысалы, білесіздер бе, тақарға болып қой, аттың тақасын. Ал неге қағырап десе, үйге уры келмейді. Шындабай үйге урлар жоқ болмам. Себебі ал кездегі урлардағы ырым жігінді білгенді. Бабай тақасы бар келді, дек бабай. Аз ырым жігінен шындап кетіп шықпайды. Жаман таңғалышты ырымдар бар. Жайлыда боз үйге, жайлыға шыққанда боз үйде кешіліп жатқанда апаларымыз, шымыңның етегін, бағылегін байлап жат дейді. Неге? Қорауға қарышқыз дейбек дейді. Шымың боз үйдің ішіне жатса. Қорау боз үйдің істетінде болса. Қамыр қарышқыз шымыңның арасынан өтіп бағылегін шүкешін дейді. Олай. Үлкін келеді мұнда. Başkaca da böyle необычный ырымдарда таңғалышым сәл. Мына ағаларымызды Алияға кетіп отқандарды нанды тіштеп чекесін, таптаға қылып еліп қойып қой, бұндай бірсе келгенде жейсің деп. Ал нандағы келерге шейін соңын болып қатып бұндай үтіп тұрады деді. Азырды ал ырым бар. Бірақ алынан қатмақ тұрсын мұздай етпеген қойшы қасыр. Bir ayda şu böyle. Koyun karşı деген bir koşar koyuyor. Top olaylar. Anı da söyleyen bilmeyken ki İsrail ne var desem үйünde жоқты, sen үйде жоқты, үйді қайтарады дейді. Мына ақыран кетеді. Анда банкта іштеген ақыран не керек болады десең, банктарға тізім бар, 50-60 жылында. Ырымдар соны, мысалы үшін екі жұрт үйленгенде, біріншісі қыздар өзі қатынақайлы бұқыра өзінің салты түрдері біріншісі қыз көріп қалса, мысалы үшін Айгүл деп ат қойып. Бірінші қызы. Екіншісі қыз түресі, тәсләғай өші оны қашты Ақгүл деп ат қойып. Оған қадың үшінші қыз түресі мұндай неме өзгіре башайды. Бұрлай деп ат. Бұрғысы келе бастап енді еркек күтіп отқан биліп тұраттан десе. Бұрғылайса жаңылай деп. Жаңылбайса ағашты, ағашты. Адашпайса татқын етатынан қайтылған қызды уыл қыз деп ат қойып әлі. Ал сен бермейсің әлі. Қыз бармайсың. Таңғалыш үшінде таңғаласында еркек қолда түрмесе, шашқақ рақып қойырасың сәсін айтса. Аман, сен жүдер бекер пайда кетіреді. Мен білем, мысалы қырғыздар көптен бері балалы болып жүріп, көп жылда балалы болса, ұшыл баламды Құдайдан тілеп алдым әлі деп, баласының атын көпшілігі Құдай берген же Құдай бердір қояды. Тағы көптен бері балалы болып жүріп, балалы болса, ұшыл ұлымды егемден тілеп алдым әлі деп, баласының атын егем берді қояды. Мен бір айтқа тақырып түсінбей жүремін, Мейман берді деген атты не ойласың? Қандай? Көптен бері балалы болып жүрген үйіне бір мейман келіп. Таңғалшысы мейманның атын сұрай басқан ұқсайды. Кімден мейман етіп қайтсам. Итеген ұшырегенде болды болды екен. Ырымда бар ырым. Мен атында болсын көп айтады, сен атында ырымда қойса керек айтыпшы. Ана өзінше ойланып бұған жауап тапшырып, себебі мен 9 тұрған 8-сімін. Мен төрілгенде ата-енем ұшыртында 4 ұл 4 қыз болғанда. Мен ойлағым, атам болды, 4 ұл 4 қыз. Есекке тап. Бәрден болды ұшырайды. Болсын. Деген біліп бол бәрғанда. Менде гитарада талант деген бар, осы талант деген жөн жатпайды дегенде. Анан кейін
Çoğalып қалғанда уялмай атамыз тұрады, бәрі неге мен атымым болсын болмас, қандай забой болсын деген секілді, құдыр болсын деген секілді, матамына жөніне көйлемде, жапақ түрмеде жөндіріп қойды. Мен балам жөніне адам болсын деген қоймады. Көзі жашырды, адамға ең қиыны күн сайын адам болып кетті. Адам болды деп ақызмат қалды, алдыңызда тұрасыз, қош келдіңіздер. Биылғы Қарақшының маданият жылы болып, аптан соның бізге айқашқан, біз жариялай тұрған жыл болды. Мен үшін Қарақшы жөнінде ішін айтқым келді. Шындай бір қырғыздың тарихы айта берсеңдер, бізде келесілер интернет қой сәл үшін. Ол Ленин де қырғыз, Путин де кәдімгі қырғыз қой деп жүрген. Қырғызға жақында қалды бардық десеңші. Мен қырғыздар Ленин айтып берейін, бір Япон самурай, қытайский ниндзя, қырғыздың батыры үшін қылыш менен чабыш бойынша конкурстарға шығып алды. Birinci yaponcha atgan qisqa bizni savrashni ko'rishni turadigan turib kutib tursa qarab chimini uchib kelayotgan ekan zzz deb kelayotgan ekan shaq qilib surayotganda uchib kelayotgan shaq deb turib chimini ikki ko'rib bir jaq bo'lugini shaq deb uch ko'rib qo'yibdi. Uchib Xitoyga ketdi. Xitoyda shunday betini jaq tursa ag'ar boshida qara chimini zzz deb kelayotgan ekan shaq deb qo'lisini birishdi. Chimini ikki ko'rib ajrab ketirganda qayg'ular shaq deb turib qo'yibdi. Eldir qiyiq qilib o'chirib Qirg'izga ketdi. Qirg'izning qilichi jo'n, alyumindan kutib tursa Qirg'izning bag'rina chimini emasina qara qo'ng'iz bormi? O'sha kelayotgan ekan zzz deb kelayotgan ekan shaq qilichini aytganlar shaq bir tarafga qilishmi bir tashlama o'chib kelayotgan qara qo'ng'iz deb turdi zzz deb o'chib ketdi. Yaponlar qarachi chimunda bo'lsa bir joyda qo'ng'izni o'ltirib oladi. Bir ikki yildan qo'ying desa Qirg'iz aytgan tuğanlar ben alhamdulillah musulmonman. Allah Taala har bir yaratgan jonivorga qiynatib qilgim kelmaydi. Просто bunday jashlab qarasam qo'ng'iz erkak ekan. Jo'nida adallat tushunib topmaydi. Qirg'iz shunday aytib, gumandor, eshitib, zamonda turgan emaslar. Qirg'iz bo'lib qolsa suyunadi qara. Negisi ko'pchilik so'rab qatnovi, Peshtapan mollari sizlar bolangizga safar yurasizlar. Negisi ichida keyingilar hududlar. Temurboy rahmatdan azorlab qurib qo'ydi dedi. So'zlama, Qirg'izda yaxshi maqom bormi? Bo'larmi? Eng o'shasan degan. Aytmoqchi. Ko'rsatdi, bo'lsa senda zamonda diskontrakt qilasizmi bunday? Kulkush qilasizmi? Senda bolangizning ko'p jo'rtlar bo'lsa kerak debdilar. Men jo'rtlarni aytib beraymi? Men shunchalik tentek bebash parolchi birinchi kasbda aytayim, bebash qilmayman. Men bir kasb qizim bor, asl degan. Menda da bo'ysin. Albamayramda qo'ldanmas aytdim, men qo'ldanmas aytib qoldim. Ishga kelganda kontrol jo'qlar. Shunda qo'ldan chiqdilar. Manda qo'ldanmaslar. Qo'ldanmasni ham bor edi, pushka. Xudoy ber, va qizni aqlan aytishcha bir-birida, bu chaqirib deydi. Sinchaqlab quvonay, bir-biridan kelmas ekan deb, bo'ldi, qochma. Arqamda yurib qoldi, mo'kin jet dedi. Arqam shunda qarasam, turtan, qarab qarayligida jaftalar chapdi. Meni pulimizni ham yuvib ketdi. Bebash bo'ldim. Ikkinchi klassda tarbiyalashsa tejagizga tushib qoldi. Baldar, agarda adam bo'lim desangiz aqllar bo'lsa, birovning bo'ynida borlar. Asliga bari cho'qmay. Dedi, "Injiga turaysiz desam, sen aqlingizmi?" Injiga aytman, "Ushkab turdi olmay, taqo'shib qo'ydi." Shuhrat ushkab turdi. Har doimda bunday bir qo'rqinch so'zlar bormi? Sizlar eslatib o'tdim, sizlar eng tamli so'z bir yamanlar niyasi bo'ladi.
Men 8-9 klass жаңы переходный возраст көчөгө чыгып аткан кезим көчөдө турсак тымсагына бир болчу балдар ушундай коркунуч сөздөрдү сүйлөй баштады. Аны мен айтмай, анда сүйлөшпөй атты. Үйгө кетишти. Үйдөгү айылдын башында. Анда айтпагансың, болбой балдар ушундай коркунучтуу айылдарды жарама, жескенче окшондой страшный нерсенин баарын айтты. Укпаш айла жок, колдой программа мээге кирди. Мынекибир давай кеттик. Ана geçti. Oğlum mulukluktum var, borma karmol. Kaltıra titrep barasam, jolдун boyundağı uygақтın arasında eşek çaktı da. Görüp, canına jetkenleri bayağı eşek. Aaa! Dört tarafa. Aaa! Görüp beyin takıp gelmeyecek. Eşek olmaz ya, eşek yok. Bakışımaz, bakışımaz. Bunlar eşek yapmayı taşıyor. Екі батыр өкес eşekті көріп, eşектің ağzынан ұшып шығады. Şurada uçtan uçanlar oldu mu? Ben ona şahara gelip özünce kudu bolumda başka okuyacak okuyayım. Şu kudu bolum, hangisi bolumda koca kudular mektebi çok endi. Şunu bir araklara gel, çasında kudular mektebi açtı. O şahara barıngı senden şu kudu bolumda takır okuyayım. Jürgen özünce desene tanımalatlarım şunu düşünelim. Kıskay kırgızlığında bir yollar oldu ne? Kırgızca yok. Manisi başka desene düşünüyorum. Kanalış misal üçün. Aybay bir sulu ısı көріп қалсын деп, машина көріп қалсын деп, нұқыра маданиятпен, охо, жаңа соның машина екен деп, сүт таныш жоқ та. Бана шағырған кездің біріншіден үйренесің, жаман есін үйренесің. Шындай қарайсың, көшен тілмен, охо, жинді екен, жинді деген бұл қырғызда ақыл айнып қараған жинді деп қой. Анайындағы бір страшный прикол шыққан, ұқсаш. Şunday bir sapsın, maşina görürsün, kız görüp, üy görüp kalsan da, oho, ayban eken. Kim ayban ol? Ayban denen şimdi büyük türü. 2-3 gün burada bir straşlı bir yol çıktı. Ama sizlerden düşmeyiz, bizden düşmeyiz, bağlı suyuyuz. Kanaya geldi sen, iyi zınka geldi. Zınk ne özledin? Benim için burada bir kapatın bir hoş geldin. Дағы бір көңіл шашып кеткен осындай прикол бар қырғыздарда. Шындай бір сүт-сүт қырғыздың қызы шындай аппақ көйлек киіп алып, шуал жүріп, көздерін бақырайтып алып, шашып шуал жүріп, шындай өтіп келсін, арқасынан қарайсың, охо, теке екен. Теке, теке деген ешкі не екен бе? Yüzüne saçsana bir konu saçsana. Ne? Cidden abi. Fakat bana Kırgız'ın patriotları, Kırgız'ın dilin bulap, ayban, tekrar sırtı böyle, ben Kırgız diline bir dil gizim koydum, özüm nukramadan yaptım. Eğer de buna yine sizler şunu öyle çıkarıp kasanızdan sukanlarım. Ayban, tekrar sırtı öyle, karab, çoğu, labanak, toda kola, doğru. Yaşaman çocukları artığı suyla turup güldürüp ızdap şişir. Neden bunlar instrumentler böyle ızdabını getirir. Yok bunlar ızdap şişir. Birinci. Izdap atkan ızdın tek ismi adamın, ızdap atkan adamın gönlüne geçmeli tutar gelişine geldi. Benim gönlümden ne içtiğini sen ızdap tutar geldi. Suyu üzerinde ızdasam ömür işi bezir. Azır bizin ağzına çıkıp Gürcü'de kendileri sağlamlığı etkilen olsa mı bize? Ağzına çıkıyorlar. Kanırdı oyununda vakit izle. Desem öyle sardı. Abi kanırdı duruyor, vakit izle öyle. Bu sanatçıda falan gitti bizi izleyelim. Vakit izleyelim de etkilemez. Eğer sağlamlığı düşünüyor desem mesela, sağlam dağda desem, sağlamlığı düşünce sevdirmek öyle. Уже жүргізді тұрай еткен тұрғандар. Сен шықпесен қасап сөйесіне, шыны бірді қасап шықаңызға шықпай. Beş tapan! 6 fevralda sport ordosunda 5 tapan Quduldar doğudan canlı formatdagi Altın Dorgo attan avzattu kulku konsertin tartulayt. Konserti qo'riqtiri Guljiget Satibekov.